Жетінші дәріс сөзді қабылдау. Дәрісіміздің жоспары: сөзді қабылдау, жаңа сөздер мен мағыналарды меңгеру, ой мен сөйлеу тілінің байланыстылығы, біріншілік және екіншілік кемшіліктердің байланыстылығы. Сөйлеуді қабылдау сөйлеу әрекетінің сыртқы пішіннен тыс жатқан мағынаны анықтай білу үдерісін білдіреді. Сөйлеудің ұйымдасуының грамматикалық формаларын қабылдау және түсіну, оның құрылуының лингвистикалық заңдылықтарын білуді талап етеді. Қабылдаудың деңгейлігі тілдік сигналдарды өңдеудің бірізділігі қалай екенін белгілесе, айтылған хабарды құрылудың деңгейлік сипаты да солай бейнеленеді. Мысалға, кітап оқып отырғанда немесе біреуді тыңдап отырғанымызда таңбалардан не дыбыстардан мән мағына шығарып жатқанымызды сезбейміз. Өзімізге сезілместен қабылданатын сөйлеудің мағынасын ұғынуға өтеміз. Ғалым лингвист Шерба 1912 жылы жазған болатын: біздің сөйлеуіміз табиғи құбылыс болып кеткені секілді, оның өзі қатысты заттармен бірлесіп кеткені соншалықты, біз оны заттардан бөлек қарастыра алмаймыз. Ғалымның пікірінше, сөйлеуді қабылдау барысында алынған адамдар бойындағы сезіністер мен нәтижелер санамызда екі түрлі бөлек уақыт ретінде ажыратылмайтынымен байланысты. Басқаша айтқанда, біз сезіміміздегі объекті түрде берілген түйсіктерді және біздің қабылдауымыздың нәтижесінің шекарасының айырмашылықтарын сезіне бермейміз. Алайда сөйлеуді түсіне білу туа біткен қабілет емес. Ол біздің дүниені тану немесе тілдік грамматикасын меңгеруге байланысты қалыптасып дамиды. Тілдегі сөздердің бәрі қосылып, тілдің сөздік құрамын жасайды. Тілдің сөздік құрамы үнемі дамуда, өзгерісте болады. Тіл қоғам тарихымен, қоғам өндірісімен тікелей байланысты. Әрі талай ғасырдың жемісі болғандықтан сөздік құрамы біркелкі болуы мүмкін емес. Жалпы сөйлеу тілінің екі түрі бар. Бұл сыртқы және ішкі сөйлеу тілі. Сыртқы сөйлеу тілі өз ішінде екіге бөлінеді: ауызша және жазбаша сөйлеу тілі. Ал ауызша сөйлеу тілі диалогты және монологты болып бөлінеді. Ішкі сөйлеу тілі бұл жалпымызға таныс, бұл өзіміздің ой тіліміз. Бұл тіл тек өз-өзімен сөйлесу үшін қажет. Бұны тек өз-өзімізге ғана түсінікті. Жалпы ішкі сөйлеудің қалай құрылғанын адам өзіне өзі бақылау жасау арқылы ғана біледі. Жаңа сөздер мен мағыналарды меңгеру. Ғылымның дамуымен бірге мәдениет те, техника да қазірде дамуда, үнемі даму үстінде, сонымен бірге жаңа сөздерде дамып көбеюде. Сөздердің баяу бұл бүкіл қоғамның, сонымен қатар жеке адамның дамуына әсер еткізеді. Сондықтан да мектепте сөздіктермен жұмыс үлкен мәселе болып саналады. Сөздік қорды дамытуға жалпы негізінен 4 бағыт кіреді. Біріншіден, сөздік қорды дамыту. Оқушылар немесе кез келген тіл үйренушілер алғашында білмеген таныс емес сөздерді өздеріне жазып алады. Екіншіден, сөздіктерді анықтау, таныс сөздерін терең түсіну, және де ол сөздердің айырмашылықтарын, ол сөздерге антоним сөздерді пайдалану арқылы тілді меңгереді. Үшіншіден, сөздіктерді белсендіру, әрбір оқушының тілдеріндегі сөздерді кеңейту. Бұл сөздерді сөйлемдерде, басқа сөздермен, басқа мәтіндерде қосып пайдалану болып табылады. Және де төртіншіден, бұл әдеби емес сөзді оқушылар, яғни тіл үйренушілер қолданғанда әсіресе бастауыш сынып оқушылары жіберетін қателерді жатқызамыз. Әлбетте, бұл 4 бағыт бір-бірімен тығыз байланысты. Оқушылар айтарлықтай жеткілікті сөздік қорларды жинау үшін күніне 4-6 жаңа сөздерді меңгеру қажет. Ой мен сөйлеу тілінің байланыстылығы. Қазіргі жаңа замандағы психология мен психолингвистика тіл адамның ақыл-ойын құрайтын органикалық әрекетіне қарастырылады. Тілдік икемдік бұл қарым-қатынастағы және танымдық жүйелік ережелерді меңгереді. Алғашқыда бала бұл ережелерді түсінбейді, бірақ сол ережелерді балалар білетіндей өздерін ұстайды. Тілдік қабілеттілік өз ішіне
білгірлік пен дағдыларда және іс-әрекет схемасымен сәйкес келуі керек. Бұл тілдің туындауы белгілі бір когнитивтік базада негізін қаланады. Когнитивтік дегеніміз танымдық база. Балаларда тіл шыққаннан кейін ойлауға үлкен әсер тигізеді. Ол баланың тілдік жүйесінің қалыптасуына да әсер етеді. Балалардың тілді меңгеру ересектермен тығыз байланыстылығының арқасында тексеріледі. Жалпы тіл меңгеру барысында ақыл ойында ауытқушылығы бар балаларға психолингвистикалық эксперименттік зерттеулер жасауда интеллект сөйлеу тілінің дамуына үлкен әсерін тигізетін әртүрлі аспектідегі балаларды алған. Бұл экспериментке 4 тип жатқызған. Бірінші, ақыл ой кеміс балаларда сөйлеу кезінде логикалық ойдың бұзылыстары байқалды. Күрделі мағыналық ойдың жоқтығы немесе әлсіздігі байқалды. Екінші топ, бұл интеллектісі төмен оқушылар ертегіні оқу кезінде кейіпкерлерді шатастырып түсіндіре алмайды. Үшінші, бұл сөйлеу тілін безендіру қаншалықты қиын болса, соншалықты қиыншылықпен меңгеріледі. Яғни төртінші, тілдік жаңалықтарды саналы әрі дәлдік түрде көлемді және жылдамдықпен жеткізу. Бұл интеллектісі төмен балалар бұларды айта алмайды. Бұл баланың импрессивтік және экспрессивтік тілдеріне теріс әсері тигізуі мүмкін. Яғни бұл психолингвистикалық эксперимент зерттеуінің нәтижесі. Біріншілік және екіншілік кемшіліктердің байланыстылығы. Выготскийдің айтуы бойынша, бірінші кемшілік екінші кемшіліктің және үшінші кемшіліктің туындауына әкеліп соғады. Бұл жерде мәселе тілдегі қателіктерді айтып жатырмыз. Яғни ақыл ойында ауытқушылығы бар балалар бас миының зақымдалуымен бірге екіншілік кемшілік психикалық процестердің жоғары психикалық функцияларының бұзылуына әкеліп соғады. Және де сөйлеу тілінің бұзылуында әсерін қалдырмай қоймайды. Ақыл ойы артта қалған балаларға негізінен келесі мінездемелер беріледі. Бұл сөйлеу тілінің жүйелігін дамымауы және олардың компоненттерін байланыстығының жоқтығы, сөйлеу процесіндегі интериоризацияның бұзылуы, информацияны жеткізудегі жылдамдық, көлемдіктің және сапаның жоқтығы, жоспарлау және когнитивтік функциялардың сөйлеу тілінің айтарлықтай төмендігі, сөйлеу тіліндегі бұзылыстардың оның әртүрлі функцияларының бұзылуы деңгейлеріне байланысты. Жалпы қазіргі кездегі кемістіктердің құрылымына берілген түсініктемелер бірнеше. Психолингвистикалық талдау кезінде экспериментаторлар ақыл ойында кемшілігі бар балаларды сөйлеу тілі ерекшеліктеріне қарай 3 типке бөліп қарастырған. Бұл бірінші тип сөйлеу тілі бұзылыстары. Бұл балаларда кемістіктер күрделі емес, фонематикалық процестерді жете дамымауы салдарынан байқалады, функционалды дислалия және жазу тіліндегі жеңіл бұзылыстар байқалған. Екінші тип бұл сөйлеу тілінің асқынған типі. Бұл балаларда артикуляциялық ақпараттардың бұзылысы және педагогикалық жағынан байқаусыздық жіберілген балалар жатады. Үшінші тип сөйлеу тіліндегі күрделі кемістік. Олардың бас миының диффузиялық жағы зақымданған, сонымен бірге толықтырушы патологиялары бар балалар. Бұған кіретіндер дизартрия, ринолалия, алалияның күрделі синдромдары байқалған. Сонымен қатар ауызша сөйлеу тіліне тоқталсақ, ауызша сөйлеу тілі бұл дыбыс шығару сөйлеу тілі. Ол есту арқылы қабылданады, ал дыбыстық органдардың іс-әрекеті іске асады. Ауызша сөйлеу тілін меңгеру процесінде баланың миына әсерін тигізе отырып, сөздердің дыбыстық және кинетикалық бейнесімен сөз тіркестері әртүрлі қабылдаулар арқылы тікелей қарым-қатынас орнатылады. Сөйлеу тілі ол адамның санасының іс-әрекетінің ұйымдастырылған арнайы қиын формасын ұсынады. Қарым-қатынастың негізгі тәсілі бола отырып, ол екі субъектінің қатысуын ұсынады. Біреуі шығарады, екіншісі қабылдайды. Баланың сөйлеу тілінің ең тиімдісі ауызша сөйлеу тілі болып табылады.